Сәлем достар. Мен бүгін диван мен орындық жасауды үйретем. Міне, диван мен орындық жасауды үйретем. Қазір диванның заттары. Қазір бірінші орындық жасайық. Не қызық болды. Осылай істейсіз. Осы рельсін қоясыз. Сосын вагонотканы. Сосын древний люкты қоясыз да. Мына железный люк керек емес. Артына міне орындық. Есік емес енді. Міне есік немесе мынандай деревянный люк қойыңыз келсе, мына бетестер міне осылай қоясыздар. Деревянный люк қойсаңыз, есік қойғыларыңыз келсе, онда бет жасайсыздар. Міне. Ой, бұл күтті. Не отырған? Қазір көрсетем. Міне, дәл отырғандай орындық жасадық. Орындыққа керек заттар. Орындық деп бала, диванға керек заттар. Қазір диванға керек заттарды көрсетейін. Бірінші бізге не керек? Мынаны қоясыз. Осы, мысалы, ақ қойсаңыз, енді ағаш түрлері болсын, тас па, өзіңіз біліңіз қандай орындық қоятыңызды. Сосын бізге тағы керегі бізге қазір қайда еді? Зная керек. Любой түсті знаяны ала беріңіз өзен. Так что менікін таңдамаңыздар, өз біліңіз таңдаңыз. Мен мысалы міне сосын мынаны алам. Міне. Бұл қазған соң бетті қоясыз. Міне. Сосын барып қойсыздар. Диван дайын. Қазір отырғанымды көрсетейін. Міне. Ойнау көтті. Артына да не болады? Не қойсаң болады? Қазір ой, тауымай алдық. Міне, люк қойсаңыздар да болады. Люк қойасыз.
Қазір енді сіздер через блок қоясыздар. Өз білген блоктарыңыз. Қазір через блок через міне. Мен жасыл таңдайыншы. Болды. Әдемі болды. Осы екеуі. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған рахман. Маған лайк пен подписат басып кетіңіздер. Каналыма жазылыңыздар. Рахман. Мен бүгінгі видеомды аяқтаймын.